Жаңаөзен қалалық полиция басқармасының бастамасымен мектеп пен колледждерде біз нашақорлыққа қарсымыз, нашақорлық халық індеті тақырыбында түсіндіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Шара аясында мамандар Маңғыстау жоғары медицина колледжінің студенттерімен кездесті. Қазіргі таңда жасөспірімдер арасында темекі шегіп, түрлі зиянды нәрселерді тұтынатындар бар. Жиында зиянды әрекеттердің соңы қайғылы жағдайларға алып келетіні айтылды. Сондықтан болашақ медицина қызметкерлеріне салауатты өмір салтын ұстанып, көпке үлгі болу керектігі ескертілді. Сондай-ақ колледж педагогтары да студенттердің тәртібімен өзін ұстауын жіті бақылауға алғанын жеткізді. Бұның мақсаты жастарды нашақорлықтан арылу, одан кейін салауатты өмір салтын сақтану. Және де қосымша айтып өтерім, қазіргі таңда өтіп жатқан республикалық мектеп шұғыл шарасын аясында студенттеріміздің сабақтан қалуын және де сабақтағы колледж қабырғасындағы тәртібін сақтау, сонымен қатар жасөспірімдердің арасында қылмыстылық пен құқық бұзушылықтың алдын алу.